Сәлем балақай, көңіл-күйің қалай? Жақсы, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп көрейік. Қорықпайды күштаңнан, қорқады тек тышқаннан. Бұл не екен? Дұрыс, піл. Келесі жұмбақ. Қалың киім ұнатады, шешіндірсең жылатады. Дұрыс айтасыңдар. Бұл пияз. Піл сөзі мен пияз сөзі қандай дыбыстан басталады? Иә, П дыбысынан. Бұл сабақта біз П дыбысымен және әріпімен танысамыз. Балақай, ережені қайталайықшы. Дыбыс дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Дыбысты біз естиміз және айтамыз. Ал әріп дегеніміз не? Өте дұрыс айтасыңдар. Әріпті біз көреміз және жазамыз. Бұл бізде П әріпінің бас және кіші әріпі. Бұл қандай дыбыс? Бұл дауыссыз дыбыс. Себебі бұл дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында түрлі кедергіге ұшырап, ауа қысылып шығады. Қане, бірге айтып көрейікші? П, П, П. Көрдіңдер ме балалар? Бізде П дыбысы созылмай кедергімен айтылып жатыр. Демек, бұл дауыссыз дыбыс. Сол себепті П әріпі көк түспен берілген. Мұқият тыңда балақай. Олар бас әріппен және кіші әріптен тұрады. П әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай түзу көлбеу жүргіземіз де, астыңғы сызыққа жете бере солға қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Бастапқы нүктеден оңға қарай тағы да қаламыңды қойып, тағы түзу түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете бере оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Бірінші элементтің сол жағын ала, солдан оңға қарай түзу қалпақ кигіземіз. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Астыңғы сызыққа дейін түзу түсіріп, сол сызықты бастыра ортасына дейін қайта көтерілеміз де, оңға қарай бұра үстіңгі сызыққа тигізе доға сызамыз. Түзу сызықпен жалғастыра, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Қане, дәптеріңді ашып, менімен бірге П әріпін әдемі жаз. Балақай, суреттен көріп тұрған сөздерге дыбыстық талдау жасайықшы. Дәптер. Дәптер сөзінде П дыбысы сөздің қай жерінде тұр? Иә, ортасында. Қане, буынға бөліп көрейік. Дәптер, екі буын. Кітап. Кітап сөзінде П дыбысы сөздің қай жерінде тұр? Соңында тұр. Буынға бөлейікші. Кітап, екі буын. Перде. Перде сөзінде П дыбысы сөздің қай жерінде тұр? Басында тұр. Буынға бөліп көрейікші. Перде, екі буын. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл жерден не байқадық? Иә, П дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі екен. Және балалар, сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Балақай, енді кітапта берілген суретке назар аударайық. Бұл суретте не бейнеленген? Иә, суретте доп қуалаған екі бала бейнеленген. Олар не істеп жатыр? Иә, балақай, олар доппен футбол ойнап жатыр. Жасырылған сөз доп сөзі. Доп сөзінде П дыбысы сөздің қай жерінде тұр? Иә, аяғында тұр. Доп сөзін буынға бөліп көрейікші. Доп, бірақ буын. Себебі доп сөзінде О әріпі дауысты дыбыс. Балақай,
Келесі тапсырма суреттің астында мәтін берілген. Мәтін берілместен бұрын бізге сөздер берілген екен. Қане бірге оқайықшы. Доп, топ, сап, қап, апа, арпа, аспан, ақпан. Мәтін тақырыбы доп ойнау. Мектепте спорт алаңы бар. Сабақтан соң доп ойнадық. Оспан шабуылшы, Талап қақпашы болды. Мен допты қақпаға дәлдеп соқтым. Балалар, бұл мәтін не туралы екен? Иә, бұл мәтінде балалардың мектептен кейін футбол ойнағаны туралы айтылған. Қане балақай, енді сен доп ойнау мәтінін буынға бөліп, түсініп оқып, маған мазмұнын айтып берші. Жарайсың балақай, бүгін сен жарадың. Сабағымыз өз мәресіне жетті. Сабағымызды қорытындылау мақсатында бірге тақпақ айтайық. Бала отыр партада, оқы, үйрен шаршама. П дыбысы дауыссыз, мәлім болды баршаңа. Балақай, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қош сау бол.